Саламатсыздарбы окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1056 эсебин чыгарайык. Бизге эсептеңдер берилген экен. Олай болсо, эсебимизди чыгарабыз. Мен мына эсептин берилүүнү жазбай ак коеюн. Бизге мындай эки бөлчек берилген экен, Алдымен мен мына жакта турган сол жак бөлчекти орундап аламын. Ол үчүн осы бөлчектин алымын орундайм. Алымындагы 3-тен азайтамыз 3-тен 2 деген биринчи амал деп жазып бастайм. Сол амалды орундап алайык. Ойнап кишкени терс болуп кетти. 3-тен азайтамыз 3-тен 2-ни. Ортак бөлүм берем, мына жерге 3-тен берем. 3 9 азайтамыз 2-ни. Ягыни 3-тен 7 чыкты. Енді осы жерден чыккан 3-тен 7-ни биз 7ге бөлүп беремиз. 3-тен 7-ни бөлөбүз 7ге. Бөлүү амалын орундаган кезде биринчи бөлчекти калпынча жазамыз, экинчи бөлчекти көбөйтүү болдуруп, бөлүмү менен алымынын ордун ауыстырабыз. Мисалы, мынанын астында 1 бар деп ойлойтун болсак, экөөнүн ордун ауыскан кезде 7-те 1 болот. 7 менен 7 кыскарады, сосын 3-те 1. Мына жерде 3-те 1 чыкты. Енді осы 3-те 1ге 0,5-ти косамыз. 0,5 косулган 3-те 1. 0,5 деген ондук бөлчекти жай бөлчекке айландыратын болсам 1/2 болот. Косамыз 3-тен 1-ди. Ортак бөлүм беремиз, 2 менен 3-түн эң кичи ортак эсебин табамыз. Ол 6 саны болот. Енді мына жерге ортак бөлүм беретін болсам, 6-ны 2-ге бөлүп 3-тен берем. Ал мына жерге ортак бөлүм беретін болсам, 6-ны 3-ге бөлүп 2-ден берем. Ары карай көбөйтүп жазайык. 3 менен 1-ди көбөйтөбүз 3, косулган 2 менен 1-ди көбөйтөбүз 2. Сонда бизден чыгады 6-дан 5. Осымен биздин бөлчектин алымы орундалып битти. Енді бөлүмүн орундайбыз. 0,75 мындан деп жазайыкчы. Мынау 2-нчи амал, мынау 3-нчү амал. Енді 4-нчү амалды орундагай жатырмыз, 0,75-тен азайтамыз 3-тен 2-ни. 0,75 деген ондук бөлчекти мен жай бөлчекке айландыратын болсам 4-тен 3 болот. Азайтамыз 3-тен 2-ни. Біз бұны азайткан кезде ортак бөлүм беремиз. Ол үчүн 4 пен 3-түн эң кичи ортак эсебин табамыз. Ол бизде 12 саны болот. Енді мына жерге ортак бөлүм беретін болсам, 12-ни 4-ге бөлүп 3-тен берем. Ал мына жерге ортак бөлүм беретін болсам, 12-ни 3-ге бөлүп 4-тен берем. Ары карай көбөйтүп жазамыз. 3 пен 3-тү көбөйтөбүз 9, азайтамыз 4 пен 2-ни көбөйтөбүз 8. Сонда бизден чыгады 12-ден 1. Бул биздин бөлчектин бөлүмүнөн чыккан сан. Енді бөлчектин алымынан чыккан сан менен бөлүмүнөн чыккан санды өз ара бөлөбүз, 5-нчи амал. Бөлчектин алымынан бизде 6-да 5 чыккан, бөлөбүз, бөлүмүнөн 12-де 1 чыкты. Бөлүү амалын орундаган кезде биринчи амал бөлчекти калпынча жазып, экинчи бөлчекти көбөйтүү болдуруп, алымы менен бөлүмүнүн ордун ауыстырабыз. Кыскаратын сандар болсо кыскартайык. 6 менен 12-ни 6-га кыскартууга болот. 6-ны 6-га кыскартсам 1, 12-ни 6-га кыскартсам 2. Калган сандарын көбөйтүп жазабыз. 5 пен 2-ни көбөйтөбүз 10, 1 менен 1-ди көбөйтөбүз 1. Ягыни 10-ду 1-ге бөлсек 10 болот. Бул биздин мына жактагы турган бөлчек орундалып аякталды. Одан 10 чыкты. Оны эсибизде сактайбыз. Эndi мына жактын орундайбыз. 6-нчы амал. Бөлчектин мен алымын орундайм. Алымындагы 2-ден азайтамыз 3-те 1-ди. Сол амалды орундайм. Мына жерге ортак бөлүм берем. 3-тен берем. 2 3 6 азайтамыз 1-ди. Бөлөбүз 3-тү. 6-тан 1-ди азайтсак 5. Ягыни 3-тен 5 чыкты. Енді осы жерден чыккан 3-тен 5-ти биз 5-ге бөлүп беремиз. 7-нчи амал. 3-тен 5 бөлүнгөн 5. Бөлүү амалын орундаган кезде биринчи бөлчекти калпынча жазамыз, экинчи бөлчекти көбөйтүү болдуруп, алымы менен бөлүмүнүн ордун ауыстырабыз. Мына жерде 1 бар деп ойлосак, ягыни 5-тен 1 болот деген сөз, 5 пен 5 кыскарады. Сонда 3-тен 1 калат. Енді мына жерден 3-тен 1 чыкты. Сол 3-тен 1-ге биз 3-тү косуп беремиз. 8-нчи амал. 3-ке косамыз 3-тен 1. 3-ке 3-тен 1-ди коскан кезде 3,3-те 1 болот. Бул аралас бөлчек. Енді биз осуна жай бөлчекке айландыратын болсак, 3 пен 3-тү көбөйтүп 9, оған 1-ди косуп 10. Ягыни 3-тен 10 болду. Осумен биздин бөлчектин алымы орундалып болду. Енді бөлүмүн орундайбыз. 9-нчы амал. 1,25-тен азайтамыз 6-да 5-ти.
1,25'ті мен аралас бөлчекке жазатын болсам, 1,25'ті біз 4'те 1 деп жазсақ болады. 1'ді 4 бөлікке бөлген кезде 25 болады. 6'тан 5'ті. Бұл енді аралас бөлчек. Осыны мен жай бөлчекке айландыратын болсам, 4 пен 1'ді бөлгем 4, оған 1'ді қосам 5. 4'ке 5'тен азайтамыз 6'да 5'ті. Ортақ бөлім береміз. Ол үшін біз 4 пен 6'ның ең кіші ортақ есебін табамыз. Ол бізде 12 саны болады. 12-ні 4-ке бөлсем, мына жерге ортақ бөлім 3-тен берем. Ал мына жерге 12-ні 6-ға бөліп 2-ден берем. Ары қарай көбейтіп жазайық. 3 пен 5-ті көбейтем 15, азайтамыз. 2 мен 5-ті көбейтсем 10. 12-ден 5 шығады. Бұл біздегі бөлчектің бөлімінен шыққан сан. Енді біз бөлчектің алымынан шыққан сан мен бөлімінен шыққан санды өзара бөлеміз. 10 жамал бөлчектің алымынан 3-тен 10 шыққан болатынды бөлеміз. Бөлімінен 12-ден 5 шықты. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлчекті қалпынша жазып, екінші бөлчекті көбейту болдырып, алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Қысқаратын сандар болса қысқартайық. 10 менен 5-ті 5-ке қысқартсақ болады. 5-ті 5-те қысқартсақ 1, 10-ды 5-ке қысқартсақ 2. 3 пенен 12-ні 3-ке қысқартуға болады. 3-ті 3-ке қысқартсам 1, 12-ні 3-ке қысқартсам 4. Енді қалған сандарын көбейтіп жазамыз. 2 менен 4-ті бөлсем 8, бөлінген 1 мен 1-ді көбейтем 1. Яғни 8-ді 1-ге бөлсем 8. Бұл біздегі мына жақтағы амал орындалып болды. Ол бізден 8 шықты. Енді 11-ші амал. Мына жақтағы шыққан саннан мына жақтағы шыққан санды азайтамыз. Мына жақта бізде 10 шыққан болатынды азайтамыз. Мына жақтан 8 шықты. 10-нан 8-ді азайтсақ 2. Яғни есебіміздің жауабы Б. Осымен біздің 1056-шы есебіміз аяқталды. Есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.